Қош көрдік біздің арнаның тыңдармандары. Қайырлы кеш. Біз бүгін мынау арнамыз төрттілік жөнінде болғаннан соң, төрттіліктің сұлтаны жылқы жөнінде болғалы тұр. Біз кейбір тұстарын жылқының біле бермейміз. Мен соны сіздерге айта кетейін деп отырмын. Жылқының етінен, сүтінен бөлек, бұның тезегінің өзі ем. Бұны біз, менің Айдарбек деген құдам болатын, ол кісі ауырып, сахары көп болғаннан соң укол салуға болмай жүремей қалды. Содан біз көп жерді аралап, бір кісілерден білдік, жылқының жаңағы тастап кеткен тезегі жаңадан бір сағат ояқ баяғында көлеміндегі, бұрын қатпағандар болмайды. Осыдан бір қапшыққа толтырып жинап, және гүлдеп тұрған жантақтың бір қапшық қылып оны да жинап, шауып, майдалап, екеуін екі ыдысқа қайнатып, бананың ішіне салып, осы әбден шым-шым болған кезде, әлгі біздің құданы отырғызсаңдар, 3 мәрте отырғызасыңдар деді. Бүкіл денесіндегі суықты алып, атша шауып кетеді деді. Себебі ол кісіге біз жаңағы медицинаның көмегін қылып, медицинаның көмегімен дәрі-дәрмек укол салайын десек, болмады. Ол кісінің жамбасының өзі қатып қалып, өзі үлкен дәу кісі, епетейсіз болатын. Содан біз осындай жағдай жасадық. Бірінші жаңа жылқының қиын теріп алып келдік. Үлкен қапқа толтырып, оны бір толтырып, 200 литрлік бөшкенің басын кесіп тастап, төбесін астына от қойып қайнаттық. Сонан соң жантақты майдалап, үлкен алюминиевый ақ кастрюльге бір 20 литрдей болатын үлкен, соның ішіне салып қайнаттық. Міне мынау жылқының жаңадан тастаған тезегі, осындай тезек болу керек. Кімде-кімнің тізесі ауырса, кімде-кімнің буындары ауырып, мынау сахар болып, көп адамдар дәріні қабылдай алмай қалады ғой. Өйткені сахар деген өте ауру, қант диабеті. Сондықтан осындай біз емге көштік. Бұл болған нәрсе, біз осы Айдарбек құдамызды 3 мәрте осылай шым-шым қайнатып, үлкен баннаның ішіне толтырып, баннаға жатқызып, ол кісіні үстіне көрпе көпшіктерді төсеп, басына киіз қалпақ кигізіп қойып, әбден терлеттік. Бұл өзі екінші жағы өкпені, жүректі қысады. Мынау жылқы малы өзі ыстық болады. Бұның өзі іші ыстық. Жылқының етін жеген кезде көп адамдар біледі. Қыстың күні сондай денені қыздырып жүретін, сондықтан бұның ішіндегі қиының өзі де сондай болады. Міне осы ыстықтықтың арқасында кәдімгі көкпеңбек қылып қайнаттық, үлкен бөшкеге салып, сонан соң бөшкеден баннаға құйдық. Сол кезде екінші қайнатып болған жантақтың сондай емдік қасиеті. Көп адамдар жантақты біле бермейді. Ауылда өсіп отқан тиен қой дейдағы өтіп кете береді. Бұл 100 ауруға ем. Бұл давлениені түсіреді, мысалы қан қысымын, сахар болып ауырған кезде де көп адамдар осы жантақты гүлін әкеліп, шауып, өзі о күзге жақындаған кезде гүлдей олар, қып-қызыл болып өзі, қошқыл қызыл болып. Сол кезде шауып әкеліп, қайнатып қойып ішсеңіздер, бұл ас қорыту жүйелеріне де, қандайландыруға да, көп адамның бойындағы 100 нәрсе суықты алады. Міне алдарыңызда тұрған жантақ қып-қызыл болып, міне гүлдері осы гүл басынан шауып алсаңыздар, жантақты апарып, былай күнде де ішсеңіздер болады. Мысалы, көп жерлерде мынау халық емі ғой, бұл халықтың бағзы заманнан ата-бабамыз бұрын ешқандай доктор болмады, больница болмады. Міне осы жантақ, дермене, жусан, міне осы шөптерді қайнатып, осы шөптердің тамырларын қайнатып жеп, міне осы заманымызға дейін келді. Міне әңгімемді қайта жалғап өтейін. Содан әлгі кісі өзі үлкен болатын, көтеріп баннаға жатқызып, бір мәрте жатқан кезде жарты сағаттай әбден пора жан терісі шыққанша жатқыздық, апарып жылы жерге жатқызып, орап апарып.
ешқандай әйнекті ашпау керек, ешқандай вентилятор деген не болмаса басқа қоспау керек. Өйткені адамның өзі организмі өзі күресіп алып кету керек. Ол кісі жатып, сонан соң жылы шай ішіп, міне осы кісіні біз осындай емдегеніміз бар еді. Мынау жантақ жайлы айта беретін болсақ, бұл жантақ тек малға ғана емес. Біз кезімізде мынау әке-шешеміз бізді үйреткен осы жантаққа семірген малдың етінің тәтті болатын, жантақ жеген малдың етінің өте тығыз болатын, жантақ жеген мал ешқандай ауырмайтын, өкпе болмайтын. Мысалға, үлкен қылып жантақты шауып әкеліп, аулаға жанын қоршап, қыстың күндері малды соның ішіне қой беріп жіберуші едік. Қатты жауын жауып, қар түсіп, суменен жантақтың әші шайылып, мал кәдімгі порт еткізіп жеп жататын. Қазақ атамыз тектен текке айтпаған ғой. Жоңышқа 2 жыл жатса, жаңағы күл болады, жантақ 2 жыл жатса, гүл болады деп. Міне сондай жантақтың қасиетін көп адамдар қазір дәріханаларға барсаңыздар, аптекаға барсаңыздар, осы жантақтың берлюжи калюшка деп тұрады, енді жантақ қой енді. Жантақтың суреті тұрады сыртында. Осыны әкеліп, енді тым болмағанда ауылға барып өздеріңіз шауып алсаңыздар тіптен жақсы. Әкеліп, шауып, қайнатып, осы тұндырып қойып, сонан соң сусын ретінде де ішуге болады. Бұған қанат ондай қоспау керек. Өйткені бұның өзі кермек дәм болады. Енді ем болу үшін сол күйінде ішкен абзал. Ал енді Әнуарбек құдам жайында қайтадан әңгімені қозғайын. Біз осылай 3 мәрте жақсылап тұрып, осы ол кісіні ыстық суға салып, бойындағы барлық суығын алып, себебі ол кісінің осындай қан қысымы да жоғарылап кете беретін, ол кісінің жаңағы бүкіл енді біреулер айтып жатады ғой, ана жердің астында итке келмейтін қандай ауру бар болса, бәрі соның бойында бар екен деп. Сосын ол кісінің бронхысы да болатын. Сондықтан осы халық емменен осындай өле-өлгенше осы неге жыл сайын осы неге түсіп, жантақпенен жылқының қиына көкпеңбек болып, кәдімгідей жан теріне шығып, жарты сағат ол кісінің өзі әзілдеп айтып жүретін, кейін дұрыс болғаннан кейін. Оймай, Құдеке, қай жерде тесігім бар болса, сол тесігімнен шықты тер деп. Сол сияқты бұл жантақпенен жылқының жаңадан жаңағы тастаған қиы бұл керемет ем болады. Және біз бұрын ауылымызда бала кезімізде үйлердің сыртын сылаған кезде ол уақытта семент деген тапшы болатын, көп болмайтын. Сол кезде осы жылқының қиын алып келіп, тезегін, яғни үлкен арық қылып қасып, сол жерге тастап, әбден бөктіріп, бөк болғаннан кейін әбден сарылайға араластырып, соны аяғымызбен тепкілеп басып, үйді қораны сылаушы едік. Сол кәдімгі топыраққа қарағанда көп уақыт тұратын. Демек, жылқының сондай қасиеттігі, жылқының сондай малдың төресі деп айтсақ, қалай айтсақ та жарасатыны, оның еті, сүті ғана пайда емес, бізге оның терісі деп пайда, оның қиы емге пайда. Одан қалса, біз сол бала кезімізде құрылыс материалының осы үйді сылағанға жылқының қиын пайдаланатынбыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, осы кімнің тізесі ауырып жүрсе, кімнің қан қысымы көтеріліп кете берсе, кімнің сахарный диабет, қан диабеті дейміз ғой, болса, осы ем қабылдауға қорқып жүрсеңіздер, осылай жасасаңыздар болады. Ал енді қымбатты тыңдармандар, келесі жүздескенше сау, саламатта болыңыздар. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын.